Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз трендтегі музыка, рекке шығудың тағы да басқа да жолдарын қарастыратын боламыз. Жалпы трендтегі музыканы біз қалай іздейміз? Трендтегі музыканы біз кәдімгідей поискке кіріп, музыка деп жазсаңыздар да сол музыка бөлімінде өз музыкалар шығады. Әртүрлі соның бәрі өзі трендтегі музыкалар. Немесе хочу в рек деп, немесе рек лента деп жазсаңыздар да сол трендтегі музыкалар шығады. Біз видеоның трендте екенін, музыканың трендте екенін қайдан білеміз? Ол үшін біз видеоны қараймыз, кәдімгідей лайктары көп пе екен, просмотры көп пе екен, охватын қараймыз. Басқа да адамдар, блогерлер оны видеоны қайталап түсіріп жатыр ма? Егер сол қайталап түсіріп жатса, лайк барлығы көп болып жатса, оның рекке шыққан тренд екенін байқауға болады. Жалпы трендтегі видеоларды қайталап, сіздің видеоңызда рекке шыққанын қаласаңыз, онда сіз сол трендті алғашқылардың бірі болып қайталауға тырысыңыздар, немесе өз теңдеріңізге сай блогерлердің трендін қайталауға тырысыңыздар. Мысалы, подписчик көп адамдар өз подписчик көп блогерлердің қайталаса, немесе подписчик аздау дегендер өзіне сай подписчик аз блогерлердің трендтерін қайталаған болса, онда сіздерге видеоларыңыздың да рекке шығуы тез болады. Трендтегі видеоларды қалай қайталаймыз? Кейбір кісілер мысалы трендтегі видеоларды қайталап жатса да, оның видеолар рекке шықпай, немесе сондай бір дұрыс болмай жатады видеолары. Ол үшін де бір өзінің бір ережелеріне сай жүргізсеңіздер, сол кезде жақсы кетеді. Ол дегеніміз бірінші трендті дәл сол күйінде қайталау. Мысалы, трендте қалай түскен, би ма, биді қалай билеген, дәл солай билеу, қалай эмоция көрсеткен, дәл солай эмоция көрсету деген сияқты. Солай қайталау арқылы рекке шығуыңыз мүмкін. Немесе өз фишкаңызды қосу арқылы, мысалы, трендке өзіңіздің ерекшелігіңізді, өзіңіздің басқа да бір ерекше қылықтарыңызды қосу арқылы рекке шығуға да болады. Немесе антитренд деген бар, ол дегеніміз сол трендке қарама-қайшы нәрсе жасау. Сол кезде сіздің видеоларыңыз тоже рекке шығуы мүмкін. Және де жаңағы айтқанымдай трендті өз уақытында қайталау. Мысалы, біраз уақыт өтіп кеткен видеоларды, срок өтіп кеткен видеоларды қайталауға мен кеңес бермеймін. Оның өзі де рекке шығады дегенге мен қатты сене қоймаймын. Негізінде тренд максимум бір апта ғана өмір сүреді, одан ары қарай жарамсыз деп есептеледі TikTokта. Сол үшін де барынша алғашқылардың бірі болып, алғаш болып қайталауға тырысыңыздар. Жалпы шетелдің, Американың, Қытайдың, Ресейдің TikToктарын қарасаңыздар өте жақсы, өйткені қазақстандық TikTokерлердің барлығы сол шетелден қарап жатыр. Сол үшін де сіздер бірінші сол шетелдің адамдарынан қарайтын болсаңыздар, сіздер де сол алғашқы болып қайталайтын боласыздар. Енді сіздер біздің қазақстандықтар блогерлер көреді, одан кейін барып сіздер қайталайсыздар. Жалпы қиындау болады да рекке шығу. Сол үшін де Америка, Қытай, Ресей деген сияқты басқа да елдердің TikTokерлерін, блогерлерін қарап жүріңіздер. Мінекей осылай трендтегі музыкаларды, трендтегі видеоларды жаңағы айтқанымдай хочу в рек, немесе рек лента деген сияқты сондай жолдармен іздеп, сол видеоларды әдемі қайталаңыздар. Сол кезде сіздердің де видеоларыңыз рекке шығады, сіздердің де каналдарыңыз қарқынды тез дамитын болады. Мінекей біз сабақтың соңына жеттік. Сіздерге сабақ ұнаса, және де алдағы уақытта тағы да сабақтар шыққанын қаласаңыздар, онда лайк басып, комментарий жазып, әдемі сөздеріңізді жазыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге біздің видео шығатын болса, сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Жалпы каналға қолдау білдіріңіздер. Ал олай болса, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.